Саламатсыздар ма? Бүгінгі бейне баянда көрсететін тақырыбымыз Дитерис құрсауы. Дитерис құрсауы 1941 жылы орыстың хирургы Дитерис ойлап тапқан. Жеті құрсаудың ішінде Дитерис құрсаудың ерекшелігі ол екі қызмет атқарады. Яғни біріншісі бекітсе, екіншісі жарақаттармен жерді тартады. Дитерис құрсауының ол ағаштан жасалған, 4 бөліктен тұрады. Оның біріншісі бізде табанша. Яғни ол табанға бекітеді, және оның екі байламы бар, және жібі бар, тартып тұратын, және екі құлақшасы болады. Тағы да екі үлкен ұзын балтақтары бар, яғни сыртқы ұзын, және ішкі қысқа. Ол балтақтардың ерекшелігі бекітеді қолтық астына немесе шап маңайына, және ұзындығы өзгеріп, және ол жерде бекітіліп отырылады. Арнайы тесіктер арқылы бекітемін. Осылай. Тура солай ішкі балтақ, оның ұзындығы сыртқы балтаққа қарағанда қысқа болып келеді. Ұзындығы тағы да өзгеріп отырады, және арнайы бекіткіші бар, және шабуылшасы бар. Ол ұзын балтаққа бекітіледі. Және төртінші бөлігі ол бізде таяқша. Енді қазір мен сіздерге оны қалай салатынын көрсетемін. Дитерис құрсауын салудың негізгі көрсеткіштері ол бізде сан сүйегі сынған кезде, тізе буындарының сүйектері сынған кезде, және толарсақ сүйектері сынған кезде қолданылады. Ең алдымен салмасы бұрын біз науқаспен қарым-қатынаста, яғни коммуникативті дағдыларымызды жүзеге асыруымыз қажет. Және де протокол бойынша біз науқасты жансыздандыруымыз қажет. Науқас бізде тыныштанған жағдайда Дитерис құрсауын салуға кірісеміз. Алдымен біз бірінші Крамер құрсауын орнатуымыз қажет. Ол үшін оның негізгі мақсаты науқасқа физиологиялық жағдай беру. Ең бірінші сау жақтан біз табаннан тізеге дейін өлшеп алып, сол жерден бүгеміз. Бүктім. Енді мен оны сау жаққа саламын. Сау жаққа салып науқасты ұстаймыз. Сізге ыңғайлы ма деп? Науқасқа ыңғайлы болған жағдайда мен оны жарақаттарына жаққа салуыма болады. Науқасты ақырындап салдым. Табанына дейін жетті. Бүгілген жер тізенің астында орналасқан. Және сол жерге мен бір жастықшаны қою керек. Бір жастықшаны қойдым. Бірінші этап осылай өтеді. Енді бізде келесі әдіс, ол Дитеристің бірінші бөлігі, яғни табаншасы. Соны біз орнатуымыз қажет. Ол үшін біз табанға физиологиялық жағдайда 90 градус береміз. Соны біз осылай орнатамыз. Бір жақ қолымызбен ұстап тұрып, осы байламдарды бекітуіміз қажет. Байламдарды бекітеміз. Бірінші, екінші. Саты тәрізді өтеді. Тартуым қажет. Біріншісі бекітілді. Былай қараса, негізі ол римдердің аяқ киімдеріне ұқсас. Енді артқы жағын бекітемін. Ұзын жіпшені алып, айналдырып, тартып, екінші жіптің сақинашасын өткізіп, тура солай бекітуім қажет. Осылай мен бекітемін. Бұл бізге байлам біз үшін ол аз, және сол үшін біз үстінен 8 тәрізді байламмен бинтпен орап шығуымыз керек. Ол бинтті біз екі тур, бірінші бекітуші тур болады. Бекітуші тур. Содан әрі қарай біз аяққа көшеміз. Осылай бір тур өткізіп, тура солай тағы да айналдырамын. Міне осылай бізде 8 тәрізді байлам, және де табанша бізде орнатылды. Енді келесі этап, ол бізде балтақтарды орналастыру. Балтақты орналастыру үшін бірінші біз сау жақтан өлшеп алуымыз керек. Ең бірінші сыртқы балтақ. Оны біз қолтық астына тіреп, аяқтан 15 сантиметр артық алуымыз қажет. Мен 15 сантиметр артық алдым. Тура солай біз ішкі балтақты шап аймағына қойып, аяқтан 15 сантиметр артық алуымыз қажет.
тағы да бекіттім. Енді біз асықпай сыртқы балтақты табанның сыртқы құлақшасынан өткізіп, тура солай қолтық астына шейін жеткіземіз. Міне менде бекітілді. Тура солай ішкі балтақты да құлақшасынан өткізіп, шап аймағына шейін тіреп, шабушасын сыртқы балтаққа бекітеміз. Жіпті соған біз өткізуіміз қажет. Дитерс құрсау ағаш болғандықтан тасымалдау кезінде біздің ол сүйектің бетін, буынның бетін қажап немесе некроз болмас үшін біз буындарға жасықша қоюымыз қажет. Ол жасықшалар бірінші толарсақтың екі жағына 1, 2, тура солай тізенің екі жағына 3, ішкі жағына 4. Енді екеуі бізде біреуі шап аймағына, балтақтың үстінде, яғни кіші балтақтың және ұршықтың жанына қоюымыз қажет сыртқа. Міне 5, 6. Енді жетіншісі ол бізде қолтық астына тұру қажет. Міне тура осылай бізде 7 жасықша тұру қажет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Біз жасықшаларды бекіткеннен кейін, енді осы дитерс құрсауын 5 жерден бекітуіміз қажет. Ол бізде біріншісі кеудеден бастаймыз. Яғни өзінің арнайы бекітілген жіпшесімен сау жақ иықтан, сау жақ қолтық астынан өткізіп, осы жерден бекітуіміз қажет. Ол бізде біріншісі бекітусі. Оны біз тартуымыз керек. Екіншісі ол бізде жамбастың маңайынан бекітуіміз қажет. Үшіншісі ол бізде сан сүйегінің 3-тен 1 бөлігіне бекітуіміз қажет. Және төртіншісі ол бізде тізе буынның төменгі жағынан бекітуіміз қажет. Бесіншісі ол толарсақтың айналасынан бекітуіміз қажет. Енді осы бізде бекітілгеннен кейін дитерс құрсауының 4-ші бөлігі, яғни таяқшасымен біз жіпшеге жаңағы таяқшаны бекітіп, орап, бұрап, яғни жарақаттанған сүйекті тартуымыз қажет. Ол дитерстің өзінің ерекше негізгі қызметі осымен орындалады. Мен тарттым, осыны осылай орап, бекітіп қоюым қажет. 5 жерден бекіттім. 5 жерден бекіткеннен кейін, жаңа таяқшамен мен тартып болғаннан кейін, мен арнайы бинтпен оны спираль тәрізді орап шығуым қажет. Ол бізде толарсақтан санға дейін оралуы қажет. Оны орап болғаннан кейін біздің науқас жарақаттану бөлімшесіне тасымалдауға дайын. Осымен біздің манипуляциямыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.